Тержайлақ деген жайлоодо саяқтан шыққан Райымбек деген бийдин ашын беріп, кетментеу ақсыдағы үрчөлөр постордун баары чогулдук дейт. Башында Токтогул менен Эшмамбет атчан катары туруп, бир сыйрадан ырда өткөнчө эле 1 саат болуп калчу экен. Аңгычакты эле нары жактан Керимбай болуш бастырып келип, "Өй, бу жамани тешке үр. Башкада эл бар. Тетиги бозуй чүйдөн келген Осаке деген бийдике. Ошон ырдагыла бизден алып олтуруп деле мүйүзүңөр чыккан жок деп ыңгыранып бастырып кетти" дейт. Коргоол атабыз барса барып көрөйүн деп Осакеникин көздөй бастырдым дейт. Эшикти бир келин ачып эле кайра кире качты дейт. Байкасам Осакенин 16 жаштагы Кашымкан деген токол экен. Бир тизесинен бир тизесине секиртип, кудум атасын эркелеген кыздай кылып ойнотуп отурган экен. Осаке 63 экен, Кашымкан 16 экен, мен минти ырдап кирдим дейт. Ак кайын кара тал болду, ак марал колдо мал болду. 60 ашып Осаке, сенин алганың Кашымкан болду. Кулан өк аткан таң болду, куюндай арты чаң болду. Куудай сакал агынду, куушуп ойноп жаныңду. Курдашың Кашымкан болду, каройдун ичи кар болду. Кашаттын асты жар болду, карылык каршы жетерди. Кайран бир башың кетерди. Караңгал дүйнө курусуң, Кашымкан сага пар болду. Деп ырдасам Токтогул менен Эшмамбет окчуныраак атчан тура деле бастырып келип калыптыр, алар минтип ырдап кирди дейт. Коргол билбейсиң, башалдаман сүйлөйсүң. Пери кыздай буралган береги Кашымканды ким дейсиң десең анда Эшмамбет. Иним коргол билбейсиң, илбериңки сүйлөйсүң. Илбесиң дей келбети, береги Кашымканды ким дейсиң десең анда Токоң. Алам деп жемин жайланган, акшым кара көктөн айланган. Аргасыз качар жагы жок, Кашымкан ак кептер буту байланган десең анда Эшмамбет. Көргөндө жемин айланган, көңүлү тынып жайланган. Көрдүйнө деген курусуң, Кашымкан көгүчкөн буту байланган десең анда Токоң. Казанда суудай кайнаган, карасаң тунук айланан. Капаста калган кекилик, Кашымканга акылдап тынбай сайраган десең анда Эшмамбет. Кайгыртып иштен кайнаган, кайран күн келбейт кайрадан. Кашымкан капаста калган бөдөнөк, карагат көзү жайнаган десең анда Токоң. Кымызга кошкон шекерисиң, кыйыткан кепти сезерсиң. Кымызың кермек Кашымкан, балам кыйналып жүрүп өтөрсүң десең анда Эшмамбет. Самалга кошкон шекерисиң, санада кепти сезерсиң. Самайың кермек Кашымкан, ай балам саргайып жүрүп өтөрсүң дегенде Токомо жакын Кулуке деген ырчы кошула кетти дейт. Кулукерчинин салмагы 200 килограмм, турмушунда ат көтөрө албай жалаң бука минип жүрүп өткөн дейт. Башы уктаган деле кыймылдач эмес, калган убакта калтырап турар эле. Ошондуктан Кулуке калтырбаш деп койчубуз дейт. Акындар менен айтышып атып эле жеңип баратса уруу ичи дейт. Ат үстүндөгүсүн аттан тартып уруу ичи дейт. Үнү долдураак Кудай менен урушчу дейт. Бу эшекке берген үндөн мага эмне бербейт деп Токтогул менен Эшмамбетти беттеп минтип ырдап калды дейт. Ой, көң айтышканда нетесиң, адырга чыккан жекенсиң. Ырдап турган ырчынын Кашымкан катыны болор бекенсиң деди дейт. Ошондо Током Кудай урган, ушундай ыр болобу деп урушты дейт. Ошол кезде Кетментөбөдө Аллаху акбар, Кулукеде ырчы бол деген лакап тарап кеткен дейт. Эшмамбет Кулукеге карап минтип ырдап атат дейт. Озундаң айтылып макал болдуң Кулуке, эектеги кыркылган сакал болдуң Кулуке десе Кулуке Эшмамбетке жооп берип атат дейт.
O ел озундан айтылған мақалыңдың ұрайын, егіңдегі сақсайған сақалыңдың ұрайын. Ел озундан айтылған сөзің тұрды Мешмамбет, еткел аю баштанған өзің тұрды Мешмамбет. Ебір жебір айтылған кевің тұрды Мешмамбет, егіңдегі екі во чөвің тұрды Мешмамбет деп өлірдап жіберді дейді. Тоқама қураған қалтырбаш, ұшылдар бұ деп дағы ұрышты дейді. Анда олбай құлыке тоқама тиіші бұрды батат дейді. Ой емнеге сөзім ұқпайсың, Ешмамбеткен ұқтайсың, біраз әле бүткен жаның бар, тоға бір мұштасам шықпайсың, ачуым менен бір қойсам 6 күнің ұқтайсың, 6 жыл шибір барғандан Алла Құдай дегенсің, апта күн ашқа қалғандан аюны нетін жегенсің, 9 жылда құтылып тоба Құдай дегенсің, 9 күн ашқа қалғанда сен тоңызды нетін жегенсің, ең талада келаты вегеме шүгір дегенсің, 2 күн ашқа қалғандан ешекті нетін жегенсің, ақшы вақты тоқты жейт айтқан тоқым боқты жейт деп өлерді алды дейді. Аңғычақ тілен ара жақтан қарағаш қарғымақ мінген, қара көрпе төбетей киген. Оң жағын қараса оң жағы, сол жағын қараса сол жағы атқырат дейді. Саяқтардың байзақ деген ұшыл болып, бұ бейдің үйін жанды емне тополоң салу атасыңар деп, көгенге байлатыру урдыр үйбесін деген ойменен, Шадықан деген ырчы көз ат тұшамыш болып отырып қалдық дейді. Біреу қалеге манап деген өз бізді қарап минті бұрдап керді. Түн қатар түнтөй жүрт екен, бұлардың түтіні саяныры чекен. Түтінге кішің өткөрбөй түрілі бұрдап тұру чекен. Түтінге менден башқаңыры жоқ, түбінде жұмғады тын чекен. Астеле саяқ жүрт екен, бұлардың айылы саяныры чекен. Айылдан кішің өткөрбөй абылда бүріп тұру чекен. Айылда менден башқаңыры жоқ, астеле жұмғады чын чекен. Осо кебейдің бозуын орып алған Турбайба, 30-дайы бірігіп торып алған Турбайба, кишисинен ырчы көп ким көріп тұр мұндайда. Бабырлар бабыраған жабырлар, жатақшының итіндей жабылышқан дабырлар, аялдарын ерчитіп айылдашып тағырдар, жабалақтап келгенін көрбейсің бұң осыке, жақташтырбай бұларда бөлбейсің бұң осыке, жалғыз жарым сөк болса талаштырбай иттерге деге бербейсің бұң осыке деп ұрдаған қадимке құйрычық екен дейді. Баруыстың жинебіз келіп тұрды дейді. Ешмамбет обылдылы тоқом қойды вақырын тыйып қойды дейді. Аңғычақ тілен ара жақтан ежа өрбей бұлқынып, бұқасын мініп жұлқынып, құлыке құйрычық қуалап минті бұрды алды дейді. Ой қазандағы қырмычық қазып жедің тұрмышып қалттың барын иттейсің қаңқылдаған құйрычық. Енең қырған қырмычық еңіп жедің тұрмышып елдің барын иттейсің енеңді құйрычық. Апан қырған қырмычық аңдып жедің тұрмышып ақындардың иттеп аңылдаған құйрычық. Дөдіреген құйрычық дөгірсініп сөйледің, дөбе жақтың аңдыған өзің дөбет болып жүріп өгін. Қаңқылдаған құйрычық қақшық айтып сөйледің, қашат жақтың аңдыған қаншық болып жүріп өгін деп бияғын ұят сөзмен айтып еді дейді. Күлбеген жан жоқ, құйрычық қашып жүрет, құлыке бұқасын меніп темініп қуалап алды дейді. Десе құйрычық айтты дейді, айланайын тоқы қой де мұныңды, мұның ырсы делемес мейісі башына шашыраған ақмақ екен деді дейді. Десе тоқтоғыл айтты дейді, айланайын осаке ем бұға бір ат бербесең басылбайды деді дейді. Тоқым құлыкені қарап бол демі қалтырбаш дегенде, анан ұшынықы турабы қарабашту адам дейт кетеңейді, айланайын тоқа кішіне қой отырсаң 2 бұтын бір қоншына тығат елем деп ачуланып алыптыр дейді. Десе қорғауыл айтат дейді, тоқтоғыл мен Ешмамбет ақсақалдар ұстаттар ос бұлбұлдар атты емес тайда мінбей, мұғы құлыке нақалданып атып ат мініп кетпеді деп қойды дейді. Көрсе тоқтоғыл мен құйрычық бір четі дос, екіншіден азилдешіп тамашалашып жүрген құрдаштардан екен деп ақсақалдар айтып берділі.